апамыздың жағдайын сұрайын деп бара жатырмыз. Қалай апа, жалпы жағдайыңыз қалай? Жақсы. Қасыңыздағы апамызды алып кетті дейді, қызы келіп. Қызы келіп алып кеткен, қашсын. Nerede? Алла бұйыртса миграционныйға барасыз. Бір-екі құжатқа қол қоясыз, одан кейін бір-екі аптада қолыңызға куәлігіңізді аласыз. Паспорт. Иә. Паспорт. Құдай қаласа. Қазақстанның паспортын аласыз қолыңызға. Айтқанымды. Одан кейін ары қарай сізді пенсияңызға шығарып береміз. Инвалидтігіңізге шығарып береміз, Құдай қаласа. Тіркейтін жерге арнайы тіркейміз алып барып. Одан кейін ары қарай квартирада тұрсаңыз да өзіңіздің ақшаңыз бар, өзіңізге жетеді, Алла бұйыртса. Типа шай қойып кетіп Иә, шайын демдеп беріңіздер. Өзіңіз ананы барып шай құям деп күйіп қалмаңыз, байқаңыз. Ана қазір құралай жүрде келін бұл дембейді. газ өшіп қалды 3 күнге. Иә, өзі 11-12 жаңа газ өшеді деген. Ана қыдақты жанып тұрады тамақ істеп. Газ таусылды дейді. Жоқ, таусылған жоқ, газ өшеді деген. Мына қысқа дайындық, соны өшіріп жатыр. Жалпен жататын жеріңіз бәрі жақсы ғой, ешқандай жалбыңыз жоқ қой. Қыста сол мына ең осы жатса екен. Шай қыста. Уайымдап отырмын. Қыста кәйерге жатамын. Уайымдамаңыз апа. Уайымдамаңыз, бармыз ғой, ел бар, жұрт бар деген сияқты. Уайымдамаңыз. Әкеп тастаған інілеріміздің де. Иә, біз ғой алып келген. Рахмет. Иә. Мынау апаның құжаттарын алдық қазір. Енді халыққа қызмет көрсету орталығына барып, мынау қанша 701 теңгесін төлеп, сосын ин шығарамыз. Құдай апаның құжаттары дайындап қалып, осында мынау миграционный полиция қызметкерлеріне рахмет, осы апаның құжаттарын дайындап, құдай қаласа жақын арада жеке куәлігін алатын болады. Мына апамыздың құжаты дайын болды. Құдай қаласа соны иінді алу үшін біз соңға келіп отыр. Халыққа қызмет көрсету орталығына Алла қаласа қазір береміз, одан кейін ары қарай куәлікке тапсырамыз.